Сәлем достар, жасанды кірпік жапсырудың зияны туралы білесіз бе? Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жасанды кірпік жалғау қазіргі күннің басты трендтерінің бірі. Айналаңызға қарасаңыз, екі қыздың бірінен ұзын кірпікті байқайсыз. Алайда сұлулық үшін жасалған бұл қадамның қыздар қауымына тигізер зияны әсерлер де бар. Жасанды кірпік жапсырудың бір пайдасы күн сайын косметикамен боянып жатпайсыз. Кемінде бір ай сол кірпіктермен жүруге болады. Дегенмен, кірпік жалғар кезде төмендегі 3 кеңесті назардан тыс қалдырмаңыз. Бірінші, жасанды кірпік қабақтың терісіне айтарлықтай зиян келтіреді. Егер кірпік жалғайтын маманның желімі сапасыз болса, терінің қабынуы және бөртуі мүмкін. Мұның алдын алу үшін кірпікті жалғамай тұрып, маманның қандай құралдарды пайдаланатынын зерттеп алу керек. Олардың сапасы өте жоғары болуы маңызды. Кірпік жалғайтын мамандардың тым арзан ұсыныстарынан бас тартқан жөн. Екінші, табиғи кірпіктеріміздің түсуі қалыпты жағдай. Ол да басымыздағы шаш сияқты уақытымен жаңарып отырады. Орта есеп бойынша табиғи кірпіктің мерзімі 200 күн. Одан кейін орнына жаңа кірпік өседі. Ал жасанды кірпік жалғайтын кезде олардың мерзімі қысқара береді. Әсіресе көлемді кірпікті жабыстырғанда табиғилары тез шаршайды. Үшінші, жасанды кірпіктен өзіңіздің кірпіктеріңіз зақымданатыны айдан анық. Ол әсіресе маманның сауатсыздығынан және кірпікті өзіңіз алып тастайтын болсаңыз еселене түседі. Сол себепті жасанды кірпікті жалғау кезінде де, алу кезінде де білікті маманның қызметіне жүгінгеніңіз абзал. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.